Сәлем достар, менің есімім Жания. Бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді тіл үйретін құймақ әзірлейтін боламыз. Ол үшін ыдысқа 3 жұмыртқа жарып, оған сода, тұз қосып, және де 2 ас қасық қант қосып араластырамыз. Осы уақытқа дейін алдын ала сүтімізді жылытып қою керек. Осы массаға 500 мл сүтімізден тек 100 мл сүтті құямыз. Одан кейін барлық ұнымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Қосқан заттардың өлшемі бәрі видеоның описаниясында жазылып тұр. Ұнымызды бірте-бірте қосып отырамыз. Одан кейін сүтімізді қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді ең соңғысы 3 ас қасық сұйық май қосамыз. Содан кейін біздің дайын қамырымыз 15-20 минут тұру керек. Бұл міндетті. Қамырымыз 20 минут тұрып болғаннан кейін құймақтарымызды жасап бастаймыз.